Сәлем, бүгін бізде жалпы компанияның жеткізу шарттары бойынша тоқтала кетеміз. Жалпы сізден сатушы тапсырысыңызды қабылдағаннан кейін және де төлем қабылдағаннан кейін сізге міндетті түрде 3-4 немесе 1 апта көлемінде тапсырыстың тірек кодын жібереді. Жалпы тірек кодын бізде 3 түрі болады. Ол бізде бірінші түрі көрсетіліп тұрғандай жалпы сілтемесі арқылы, дайын сілтеме арқылы. Екінші түрі ол тапсырыстың үстіне жапсырылатын бланкідегі трек номер. Үшінші түрі ол бізде қазпошта берілетін түбіректегі трек номер болып табылады. Жалпы ең бастысы сізге көрсетілген трек номер берілуі қажет. Жалпы тапсырысты бақылау. Жалпы тапсырысты бақылау үшін біз екі әдісті қолдануға болады. Бірінші әдіс ол деген қазпоштаның қосымшасын жүктеп алуға болады. Ол бізде App Store және Play Market бағдарламасында қолжетімді. Екінші ол қарапайым браузер арқылы іздеу жолағына қазпоштаның ресми сайтын жазасыз, қазпошта.kz сайты. Көрсетілген екі бөлімде де жөнелтілімдерді іздеу жолағына өзіңіздің берілген трек кодыңызды жазып, іздеу батырмасын басып, тапсырысыңызды бақылай аласыз. Тапсырыс мәртебесіне тоқтала кетсек, тапсырыстың мәртебелері әртүрлі болады. Ең бірінші мәртебе ол почта жөнелтілімі жіберу үшін қабылданды мәртебесі. Ол яғни сіздің тапсырысыңыз қабылданып, жолға шыққанын хабарлайды. Сонымен қатар әрбір күн сайын сіздің тапсырысыңыздың мәртебесі өзгеріп тұрады. Ең бастысы сізге қажет мәртебе, ол соңғы мәртебе, тапсырыс пунктінде алушыны күтуде мәртебесі. Көрсетілген мәртебеде жалпы сіздің тапсырысыңыздың келген күні уақыты көрсетіледі, және де қай мекенжайда орналасқанын көрсетеді. Сіз көрсетілген мекенжайға барып, өзіңіз тапсырысыңызды алып кете аласыз. Үлкен қалалық жерлерде жалпы қатар және де ұяшық нөмірі көрсетіледі. Тапсырысты алу туралы тоқтала кетсек, біріншіден тапсырысты банкінде көрсетілген адам ғана тапсырысты алып кете алады. Екіншіден тапсырысты алу кезінде жалпы клиенттің жеке басын куәландыратын құжаты болу қажет. 18 жасқа толған азаматтар жеке куәлігі арқылы, ал 18-ге толмаған азаматтар мен азаматшалар туралы куәлік арқылы алып кете алады. Үшіншіден қазпоштаның жұмыс күндері мен уақытын жергілікті пошта бөлімшеден нақтылап алған жөн. Сонымен қатар көрсетілген бөлімде сіз деген құрылғыға жүктеу үшін қазпоштаның қосымшаларын жүктей аласыз QR-кодты сканерлеу арқылы. Сонымен қатар жалпы қазпоштаның контакт центрлерінің ұялы телефон нөмірлері және де сондай-ақ WhatsApp нөмірлері мен боттары көрсетілген бөлімдер арқылы өзіңіздің қажетті сұрақтарыңызға жауап алып, пошта бөлімшесінің жалпы жұмыс күндері мен уақыттарын нақтылап алсаңыздар болады.